Арал индустриялық техникалық колледжіндегі балық өңдеуші мамандығы бойынша шығарылатын өнімдердің бірі осы ысталған тран балығы. Осы ысталған тран балығын ыстау технологиясын көрсетеміз. Мына алдымызда тұрған балықтар аралас тұздау тәсілі арқылы тұздалған тран балықтары. Біз осыларды қазір мынау темір бездерге тізіп, ыстау пешінде салқындай ыстау тәсілін көрсетеміз. Тран балықтарын темір безге тізілу үшін бір көзінен кіргізіп, сағалығынан шығарамыз. Әр балықтың арасы 5 см болу керек, ашықтығы. Балықтардың сағалығынан шығару себебіміз бұның ішіндегі балық тұздалған кездегі кеппей қалған кездегі балықтың осы ішіне барлық кемшіліктер болып жатса, оны ыспен балық ыстау процесі бойынша ысталып, ішіне ысыну керек, балықтың ішіне балық керек. Сондықтан да біз арасында осындай ауа кіргізетіндей балықтың сағалдырығынан шығарамыз түзу басында. Міне дайын балығымыз, тізілген балығымыз осындай арашықта болу керек. Енді біз бұны салқын ыстауға жібереміз. Ол үшін бізде арнайы ысталатын пешіміз бар, балық ыстайтын. Мынау біздің ыстау пешіміз. Бұл ыстау пешінің ішінде арнайы балық ілетін телешкісі, арбасы болады. Ол мынандай жағдайда жерге тұрап түсіріледі де ыстау арбаны шығарамыз. Осы арбаға тізген балықтарымызды ілеміз. Қатар-қатар өзінің арнайы ілетін орны бар. Соған балықты ілеміз. Шомпылдарды. Содан кейін қайтадан барлық балықты іліп болғаннан кейін арбаны ішке кіргіземіз. Сосын есігін мықтап жабамыз бұның. Есігін мықтап жабамыз. Содан кейін бұның ішінде балық қыстың күндері ішін жылытып алу үшін біз арнайы чен бар қосылатын. Мына жерде кнопкалар бар қосылатын. Балықты ысталған кезде ішін жылытып алу үшін міне ішінде чен қосылады. Ішін жылытып балықтарды не алғанша. Содан кейін бұны өшіргенде міне мына жерде ыстайтын пеші бар. Осы пешке біз опилканы саламыз, ағаш үгілісін салып. Осыны тұтатамыз осы ағаш. Және ол ағаш үгілісі жанып кетпеу керек. Мұны жанбай бықсытып, сосын есігін мықтап жабамыз. Жабамыз да, осы мынандағы ыс, мына труба арқылы барады да, ішіндегі балық ысталады. Біз балықтың ыстың несін байқап тұру үшін мына жерде арнайы тесігі бар. Бұны ашып, ыс бар ма жоқ па соны байқап отырамыз, бақылап. Осының ішіне түскен балық 37 сағаттың ішінде ысталуы керек мына берілген іспен. Ысқа салған уақыт, белгіленген уақыт өтті. Енді осы балығымызды пештен алайық, ысталған балығымызды. Ол үшін пешіміздің есігін ашамыз. Арба жүретін жолақты түсіреміз. Арбаны тартып сыртқа шығарамыз. Сөйтіп темір біздегі балықтарды мінекей көрдіңіздер, балықтар алтын түсте сары жылтырақ түске сіңіп ысталып шыққан. Енді осы балықтарды салқындатып, шомпылдан ағытып, темір бездерден енді қалталаймыз. Шыққан балықтарымызды қалталамас бұрын балықтың ысталу түріне қарай, өлшеміне қарай соқтап аламыз. Соған байланысты соққа айырып, қалталауға жібереміз. Қазір балықтарды осылай ағытып, салқындатып қоямыз. Мінекей дайын ысталған тран балықтары. Енді бұл балықтарды көлеміне қарай сорттаймыз. Үлкен бөліп, кішісін бөліп, сөйтемізде қалталауға жібереміз. Қалталау үшін бізде арнайы аппарат бар. Bakın aparatı arnayı kalta bulundurup sultanlık salatını sol kaltalarına salıp, iki üçüncü bölümüne araya salıp balıkta katalayımız, yediğimiz.